Айта беріңіз. А я второй делал на 12-м. Я третий. Түсінбедім. Я третье фото делаю. Третье фото. Третий лист, наверное. Это первое, второе, третье вот это, Вот да? давай. Да, с первого. Хорошо. Не, мы сейчас к этому придем, да. Давайте бастик. Біздің А я делаю. екінші парақты біз қара кеше біз бірінші парақты бітірдік қой. Окей? Даяна, Дилан, сіздер кеше болмадыңдар. Сол үшін мына записьті көрулерің керек еді. Ja? Көрдіңдер ме записьті? Смотрели Да. запись? Вот, у вас должно быть все правильно, точно так же, как мы вчера решали. Ладно, поэтому вы все это мне сфотографируете, отправите, я проверю. Так, сегодня мы работаем со вторым листочком. Екінші парақпен жұмыс жасаймыз. Вот. И кішкене уже бастаған болатынбыз кеше біз. Так, стоп. Ага, вот. Кеше бастаған болатынбыз. Біз әшейін қарапайым дельфинчик әдісін қолданамыз. Окей, міне 3х плюс 6, 5а минус 20 бұлар қатты қиын емес. Сол үшін бүгінде осыларды жалғастырамыз. Итак, есеп 3-ті. Так, давайте мен кезекпен былай сұрай берем. Жарай ма? Так, давайте бастайық. Кім бізде? Айолымнан. Айолым, үшінші есеп айта аласың ба, қанша болады екен? Сені тексерейік. Мгм. Біз екіге y-ті көбейтеміз, 2y болады. Мгм. Қосамыз 14. Болды, дұрыс. Келесі Дилана айта ғой. Сейчас я не могу найти. Вот, 4-й, видно же. Вот он. Ой. Мгм. 4b. Вот, Ой, да. молодец. Знак. Минус Минус. 12. 12, дұрыс. Все правильно. То есть мы четверку умножаем и на b, и на 3. Все правильно. Так, келесі. Амира. Амирада микрофон жоқ, иә? Айсезім, онда айта ғой сен. Ал, Айсезім, давай тезірек. Ага. 6m Мгм. плюс 6. Плюс 6. Все, дұрыс. Так, давайте келесін өзім салайын, одан кейін жалғастырасыңдар. Так, 7 көбейтеміз x. Ол 7x. Там ба минус болса, минус тұрады. Минус 7 көбейту 5, яғни 35 болады. Яғни сіздерде осылай шығу керек еді. Так, давай тағы бір екі есеп шығарайық, одан кейін уже более қиындарына өте береміз. Так, бізде тағы да кім бар? Амир деген жігіт. Так, Амир айта ғой 7-ні. 8а Мгм. қосамыз 16. 16. Все. Так, кто не отвечал? Даяна, да? Я. Даяна айта ғой. 8. 9 ой. 9u y плюс минус 9. 9y минус 9. Так, и... Так. Все, балалар. То есть, қараңдар. Біз уже қанша есеп шығардық уже? 8 есеп шығардық. Бәрі ондай супер қиын емес. Яғни сендердің келесі 30 есепке дейін, то есть қараңдар, мына барлығы 15, одан кейін 30 есеп бәрі солай шыға береді. Онда ешқандай прям супер қиын емес, өздерің аша аласыңдар. Яғни біз қазір сабақта не істейміз? Жалпы қалай шығарылады, да? Шығару жолын көрсетуім керек. Мен сіздермен әр есепті өзім сіздерге шығарып берсем, бірге шығарып отырсақ, үй жұмыстың ешқандай несі қалмай қалады, мәні қалмай қалады. Окей? Яғни ары қарай өздерің жасайсыңдар. Так, енді өтеміз келесі 30 есепке. Мына жақта уже кішкене қиындау. Несі қиын? Потому что бұл жерде уже екі жақша бар, да? Яғни біз екі жақшаны дұрыс ашуымыз керек, одан кейін y-тар мен y-тар, там да, мысалы x-тар мен x-тар, сандар мен сандарды біріктіретін едік. Вот мысалы, кеше мысалы группада видеоға жібердім. Алғашқы екі сұрақты біз шығарған болатынбыз. Группада тағы да бар, өздерің көресіңдер. Вот, қазір 3 пен 4-ті сіздерге көрсетем, мұқият қарап отырыңдар. Уақыттарын үлгеріп жатсыңдар, яғни үлгеріп жатсыңдар, жазып отырыңдар, үлгермесеңдер хотя бы экранның скрин жасайсыңдар, жарай ма? Скрин жасап үлгермесеңдер де запись болады. Мынау запись болып жатыр уже, если что, сабақтың. Итак, енді не істеуіміз керек мына жақта? Біз 5 көбейтеміз y-ке, потом 5 көбейтеміз 1. Тура алдындағыдай ғой. Яғни бізде шығады қарапайым 5y плюс 5. Арасында плюс тұр, міне қараңдар, то есть плюс
тура солай 3 көбейтеміз. Y 3 көбейтеміз минус 2. Вот тут внимательно, я? Яғни қосылған 3y и енді бір қараңдар. Негізі біз плюс 3 көбейтіп жатырмыз. Яғни вот мына таңбасымен бірге көбейтіп жатырмыз. Окей? То есть плюс 3 көбейтілген минус 2 не береді? 6. 6 ғой дұрыс. Бірақ таңбалары қандай болады? Қара, біреу плюс, біреу минус болса. Минус. Минус Минус. болады. Әрине минус болады. Вот, сол үшін бізде мына жақта минус 6 болу керек. Вот. Бұл әлі біткен жоқ. Енді біз біріктіре аламыз. Бірде әріптерді мысалы 5y пен 3y-ті. Байқасақ, олардың, қараңдар, 5y-ның алдындағы таңбасы көрінбейді, бірақ ол плюс болып тұр. 3y-ның алдындағы таңбасы плюс. Значит, это просто не. Значит, 5y плюс 3y қой. Видишь, то есть екеуін қосып жатсыңдар. Сонда бізде шығады 8y. Одан кейін, қараңдар, келесі сандарды қосамыз да, енді біріктіреміз. Плюс 5 минус 6. Еске түсіреміз. Егер біреу плюс, біреу минус болса, бұл не мағына береді? Бұл азайту деген мағына береді. Азайтамыз үлкеннен кішіні. Яғни 6-дан азайтамыз 5. Бізде қанша береді? 1. И үлкеннің таңбасын қоямыз. Яғни 6-ның таңбасы минус болған үшін минус деп қоя саласыңдар. Вот жауап осындай шығады. 8y минус 1. Так, осы жерді бәрі түсінді ма? Түсінбеген адам бар ма? Айта қойыңдар. Так, сұрақ жоқ па? Окей. Так, давайте 4-ті де жасап берейін. Одан кейін өздерің жалғастырасыңдар. Так, есеп 4. Так, балалар, все, жазуды қоя тұрыңдар, ja? Пока тыңдап қарап отырыңдар. Так, көбейтеміз 6-ны b-ға, это 6b болады. 6 көбейтеміз 2. Видишь, арасында минус тұр. То есть мы не забываем, что тут есть минус. Вот, минус 12. Вот, и теперь очень внимательно, да? Келесі. Минус 4 көбейту b. То есть, по идее, біз көбейтіп жатырмыз, вот, таңбамен бірге көбейтіп жатырмыз. Окей? Минус 4 көбейтілген b береді минус 4b. И теперь то же самое, біз минус 4 көбейтіп жатырмыз, минус 1. Вот, видишь? И минус көбейтілген минус. Біз оны сабақта өттік қой. Ол береді бізге қайтанба? Минус көбейту минус. Минус болады минус. Жоқ, Плюс. екі минус қой. Минус көбейтілген ой. минус. Ол әшейін Плюс плюс керек. болады. Ага. Енді 4 көбейтеміз 1, әшейін 4 болады. Плюс 4. Все. Енді алдындағыдай b-ларды біріктіреміз. Міне 6b минус 4b. Балар, байқасыңдар, мұқият тыңдасаңдар. 2b. Мен, дұрыс 2b. Мен таңбамен бірге айтып жатырмын. Окей, то есть вы должны говорить со знаком вместе. Не просто 6b, 4b, нет, со знаком 6b минус 4b. Неге? Себебі әр санның таңбасы оның алдында тұрады, алдында, то есть перед ним стоит. Поэтому 6b минус 4b. Это будет, әрине, 2b болады. Так, теперь осталось числа, да, вот, минус 12 плюс 4. Ну, понятно, что егер таңбалар әртүрлі, значит, азайту керек. 12 азайтамыз 4, 8 береді. Бірақ үлкеннің таңбасын қоямыз. Қайсы үлкен? 12. Оның таңбасы минус, значит, минус 8. Вот и все. Так, осы екі есепті бәрі түсінді ма? Түсінбеген бар ма? Так, жақсы, онда. Сұрақ болмаса, онда өздерің жұмыс жасайсыңдар. Давай сендерден сұрап көрейік. Так, Амир, айта ғой сен. Сенен бастайық. Есеп номер 5. Так, Амир, айта ғой тезірек. Давай. 2m Мгм. азайту... Ой, плюс Мгм. Ну, көбейтсең, 2 мен 5 көбейтесің ғой. а, плюс 10 Вот. Плюс 10. Ары қарай. плюс 3m Мгм. минус 1. Минус. 1. Неге 1?
ой, 3. Так, Амир, қара, біз алдыңғы екі есепті сен түсіндің ғой. Яғни біз көбейтіп жатырмыз 5-ті, шашаның ішіндегі әрқайсысын көбейтіп жатрсың сен. Яғни мысалы 5 көбейттік y-ке де, 1-ге де, 6-ны көбейттік b-ға да, 2-ге де. Вот мына жақта 3 көбейтесің m-ға да и минус 1-ге де көбейтесің. Понимаешь, екеуі бәріне көбейту керек. Вот. Так, енді неменені біріктіруге болады? 2m, 3m. Мгм. Екеуінде арасында қандай таңба тұр? Плюс Плюс. Значит, 2m қосылған 3m қанша болады? 5m. 5m. Так, сезім қоя тұр, иә? Амир айтсын. Енді тағы да қара. Енді сандар қалды. Плюс 10, минус 3. Амир, 10 азайту 3. 7. Мен сонда 7 деп жаза саламын олай, или таңба қоямын ба арасына? m. 5m 7 ма, или таңба қандай болады? Амир, ты должен говорить со знаком. Яғни 10 азайту 3 7, иә, бірақ оның таңбасы қандай? Плюс. Плюс, значит, сен плюс деп жазу керексің. Значит, Амир, сен, білмеймін, сен дұрыс тыңдамадың или түсінбедің. Сен алдыңғы екі есепті біз қалай, вот не үшін мына минус 1 шықты? Мына неге минус 8 шықты? Себебі 5 азайту 6 минус 1 береді. Вот, яғни біз оны жазамыз, таңбамен бірге жазамыз. Вот и все, это будет просто минус 1. Минус 12 плюс 4. Таңба минус 8 шығады. То есть, 8, бірақ таңбасы минус, поэтому минус 8 жазамыз. Здесь то же самое. Вот 10 азайту 3. 7, но оның таңбасы плюс қой, вот поэтому плюс 7 бола береді. Енді түсінің ба? Я. Почему? Так, ал кімде сұрақтар бар, айта қойыңдар. Неге 7-дің таңбасы болады плюс? Плюс. Мгм. Себебі 10, оның таңбасы плюс емес па? Ну смотри, вот, Потому что Даяна, сколько будет 10 минус 3? 7. 7. А какой у него знак перед ним? Плюс всегда. Ну, там же невидимый плюс есть, правильно? Мы М, как бы не говорим, но он есть. Но когда мы вот так вот объединяем, мы обязательно ставим со знаком. То есть вот так вот будет неправильно, если мы сейчас сделаем просто 5m и потом 7, вот это неправильно. Потому что это будет значить, что это умножение 7. Вот. А у нас он, почему, видишь, значит, на поэтому должно быть плюс 7. Так, сұрақты қайталай естімедім. Почему тогда там в четвертом вроде, да, минус? Так, я понял. Так вот, минус 12 плюс 4. Мгм. Так, смотри, видим, что знаки разные же. Мгм. Значит, мы должны что сделать? Отнимать. Азайту керекпіз. Енді азайтамыз. Азайтамыз үлкеннен кішісін. 12 минус 4, ол негізі 8 бермей ма? Бірақ таңбаны қоямыз үлкендікін, яғни 12-нің таңбасын қоясың. Сонда минус 8 болады. Всё поняла. Все? Так, хорошо. Так, есеп 6. Айсезім жалғастыра ғой. Без 7х Мгм. минус 28 Молодец. Ары қарай. плюс х плюс 6. Иә, мына жақта ешқандай сосын жақша жоқ, иә. То есть тура сөйтіп ашыла береді, иә. Ешқалай аха мына жақта қиналу керек емес. Так, ары қарай енді немене біріктіруге болады? Біріктірсек қанша болады? 7х пен x'ті біріктіруге болады. Сөйтіп не болады екен олар бірге? 7х Мгм. 7х Ну енді 7x қосылған x. Қанша x береді? 8х Вот. 8 не? 8x. Вот, молодец. Бұны таптық міне. Если что, на x-тің алдында балалар көрінбейтін 1 бар. Окей? Просто ол жазылмайды, бірақ ол бар. Сол үшін 7 қосылған 1, ол 8x береді. Жақсы, енді өте мұқият бол. Айсезім қара. Минус енді 28 плюс 6. бізде минус
Ну, минус 22. вот, молодец. Я дұрыс. Біреу минус, біреу плюс болса, ол азайту, иә? Сонда Иә. 22 шығады. Айсезім, толық дұрыс бәрі. Молодец. Келесі сеп. Так, давайте мен сәл көтерейін жоғары, иә? Балалар түсінбей қалуы мүмкін. Так, былай көтере саламыз. Так, келесі есеп. Бізде 7-ші есеп. Так, аяулым айта ғой сен онда, иә? Мгм, 7-ші. 5а Мгм, 5а қосылған 10 мгм. азайтылған нет, иә, азайтылған 3а Мгм. И минус 12. Азайтылған 12. неге азайтылған? Ой, қосылған 12. Вот, неге қосылған? Біз себебі көбейтеміз. Потому иә? что 3 көбейтеміз екеуін. 3 пен минус пен минус плюс болады. Яғни біз, иә, дұрыс. Плюс 12 болады. Яғни біз бұл жақта көбейтіп жатырмыз. 3 пен 4 емес. Айолым, біз көбейтіп жатырмыз, оны таңбасымен бірге көбейтіп жатырмыз. Яғни минус 3 көбейтіп жатсың сен, минус 4. Енді минус плюс бермей ма бізге? Иә, сол үшін Иә. плюс 12 болады. Так, ары қарай біріктіре сал өзің тез. Давай, 5а мен минус 3а. Қосылған 5а минус 3а 8а қанша болады. болады? Неге 8а. 8? Қосамыз. Неге қосып жатсың сен? Біз 5-ті лақтырамыз ба? Или 3-ті? Қай жаққа лақтырып жатсың сен? 3-ті 5аға лақтырып жатырмын. Ешкім лақтыртқан жоқпыз, біз біріктіріп жатырмыз вообще. Біріктіріп жатыр. 5а бұл теңдеу емес, аяулым. 5а минус 3а вот қанша береді? Яғни 5 алма минус 3 алма қанша болады? 2 алма. 2. Вот, значит, Екі. 2а болады. Болды. Біріктіру деген осы бұлар. Мына жақта ешқайсы есеп, мына ешқайсы бұл теңдеу емес. Теңдеу енді келеді сендерде. Мына 3-ші парақта енді болады ол. Әзірше ешқайсы теңдеу емес. Ешқайда лақтырмайсыңдар бұлар бұны. Просто біріктіресіңдер. Біріктіру деген сөз, это как бы 5 алма минус 3 алма, 2 алма деп бір жаза саласың, қысқартып жазу деген сөз. Ары қарай. Плюс 10, плюс 12. Екеуі де плюс. Значит, Сосын болады. қосамыз Қосамыз. әрине. Енді плюс береді бәрібір. Плюс 22. иә, болды. 2 плюс 22 болады. Все, еш қиын емес. Так, есеп номер 8. Так, кім айтсын бізге? Ал, Дилана айта ғой. 8. Төрт у Y. минус төрт y минус төрт Мгм, плюс екі y мгм. плюс b тең Плюс, стоп, плюс төрт қанша? b. Плюс қанша дедің? Мен не слышу. Я тоже не понял в конце, что ты сказала. Плюс y, и потом что ты сказал? Вот, заново. Төрт y минус төрт Это правильно, ары қарай. плюс Мгм, екі y мгм. плюс d Почему D? тең Как это D? ну или b. Почему B? Откуда у вас? Вы откуда читаете, қыздар? 6 было моему. Она почему-то вас не очень слышит. Нет, я не понимаю, почему D, почему B? Откуда у вас эти буквы? Тут же 2 умножим на 3 же. Е көбейтілген 3. 4 y. Стоп. Так, 2 умножаем на 3. Сколько там дает Дилана? Е көбейтілген 3. 6. Так, е көбейтілген 3. Бастауыш сынып Алты. емессіз ғой, балалар, айналайын-ау. Плюс 6 болмай ма? Қайдағы B шығып жатыр мына жақта?
Яна Б әрпіне құсап отыр ма? Сендер бұл жерден оқып жатсыңдар ғой, ана жақта. Вы где-то сделали, или для вас вот кто-то сделал, и вы просто читаете, что ли? Я так понимаю. 2 на Нет, вы 3 это сами же делали. 6. Ну, если вы делали сами, то как это может быть B или D? Это что вообще? 2 на 3 это 6 же. Там просто было написано Б, но там было 6, я перепутала. Хорошо. Так, дальше объединяем, да? 4y плюс 2y. Это сколько будет? 4y плюс 28. Причем тут X? Откуда X вышел? Так, біз біріктіреміз. 4y плюс 2y. Яғни 4 алма қосу 2 алма. Бізде қанша шығады? 6 алма шығады. Вот 6y. Енді ары қарай, енді біріктіреміз сандарды. Минус 4. Вот, да, вот, минус 4 плюс 6. Біреу минус, біреу плюс болса, бұл не береді? Бұл азайту деген сөз. Азайту, яғни біз азайтамыз үлкеннен кіші. Яғни 6 минус 4 бізге не береді? 2 береді. Бірақ қайсы сан үлкен бізде? 6 ғой. Оның таңбасы қандай? Он Плюс. там басы болады плюс. Значит, 6y плюс 2 болады. Вот и все. Келесі 9-ды. Так, кім айтқысы келеді екен? Бар ма айтқысы келетін? 9-ды. Мен. Әсезім, айта ғой. 6D Б. B Мгм. плюс 30 Мгм. минус 2D Б. B Мгм. И соңғысы. қосылған 2. А неге қосылған? Ой, плюс. Неге плюс? Себебі бізде алдында А жоқ минус. А неге минус жарайды? Себебі бізде B-ның алдында көрінбейтін плюс бар. Плюс ол бізде минус береді. Жоқ, вообще оған қатысы жоқ. Сен уже Б көбейтіп қойдың, болды. Біз қазір сұрап отырмыз соңғы нәрсені. Яғни сен, кім, Айсезім, сен көбейтіп жатсың минус 2-ні. Көбейтіп жатсың плюс 1-ге. Енді қанша болады? Минус 2 көбейтілген плюс 1. Минус 2 Вот. Минус 2. Вот сол үшін минус 2 болады мына жақта. Так, ары тең қарай. Ага, тең. бізде 4 4 не? B 4b. И, минус так, аспа. Сенде 30 азайту 2. Қанша болады 30 азайту 2? 32 бізде 28 Таңбасы қандай? таңбасы минус Неге минус? 30-ның таңбасы минус па не? А плюс Қайсысы үлкен? 30 или 2? Қайсысы үлкен? 30 Ну, 30-ның таңбасы плюс емес па? Оның там Тогда басы плюс. болады. Значит, плюс болады. Вот. 4b плюс 28. Так, түсінікті ма пока? Да. Хорошо. Так, келесі есеп 10. Так, бізге Даяна айта қойсын. Так, Даяна айта бер. Есеп 10. 11 ағай. Так нет, он. 10. Это он. Но мы чуть-чуть вниз, да, пишем. Солай болып кетіп жатыр енді. 3m Мгм. минус 6. Правильно. Дальше. Плюс 4m Мгм. плюс, плюс 4. Плюс 4. Молодец. Все? Правильно. Так, теперь Да. объединяем. 3m плюс 4m. Қанша болады? GTM. Я, GTM. Минус 6 плюс 4. 2. Таңба қандай? Ой. Минус.
Өйткені 6 больше. Вот. Минус 2 болады. Все, жеті минус 2. Так, келесі Амирбай 11 айта ғой сен. 11. 2х Мгм. қосу 14, Мгм. Дальше. азайту 3х, А почему x? Что за фантазии? Так, ладно, қара. Амир. Жашанның алдында қазір бір сан бар ма мына жақта? жоқ. Ну, я жоқ деп А, ойлауға 2, болады. 2. В смысле 2? Где ты есть 2 видишь? Нет, Так вот вот, Жошан. перед второй скобкой. Мы первую скобку уже открыли, Амир, А. все, он уже никак не влияет на вторую скобку. Вот тут вот есть Жоқ. какое-то число перед второй скобкой есть тут? Жоқ. Нету. Значит, сен естественно, сен просто тамбаны көбейтесің. Yani вот ты просто умножаешь минус и все. Сколько будет минус умножить на x? Просто минус x. А теперь что будет минус умножить на минус 3? Амир, минус көбейту минус 3 қанша болады? Қандай таңба болады? Так, ладно, бәрінен сұрайын. Қанша береді бізге? Минус көбейту минус. Минус көбейту минус, ол минус. Бір. Минус бір. Минус көбейту минус. Плюс бермей ма, балалар? Сендер дәптеріңе жазыңдар ғой бәрін. Плюс Плюс болады. береді. Плюс 3 береді. Ну вот смотри, вот. Минус көбейтілген минус 3. Вот, 2 минуса дают плюс и 3. Все, әшейін 3 береді. Плюс 3. Вот, поэтому плюс 3 болады мына жақта. Так, Амир, ары қарай жалғастыра бер. Амир, қайда? Куда исчез Амир? Так, ладно, Даян, айта бер онда сен. Ағай менде шығып кетті. Я түсіндік, я, жақсы. И что, как говорить теперь? Даян, айта бер. Немене біріктіреміз ары қарай. Так. Бізде біз бес а және 2 аны. Ой, Так, нет. Стоп, біз 12 емес, біз әлі 11-ді шығарған жоқпыз ғой, біткен жоқпыз әлі. Просто здесь ошибочка. Біз 2х Мгм. минус х болады. Молодец. Вот енді қанша болады 2х минус х? Болады х. Вот, отлично. Енді сандарды, я? Плюс 14, плюс 3. Қанша береді? Бізде болады 17, ал таңба болады плюс өйткені 14 больше. Нет, Почему? не из-за этого, потому что оба плюса. Вот и все. Ой, ну ладно. Оба плюса, значит, конечно, все равно будет плюс у тебя. То есть Понятно. смотришь, смотри, Даяна, ты смотришь на больше или меньше, это когда разница, когда один из них плюс один, а второй минус будет. Ну? Так, есеп 12. Так, айолым, сен айта ғой. 5а Мгм. минус 5 Мгм. Дальше. қосылған 2а Мгм. қосылған 8. А неге 8? Қайдан шықты 8? Мы 2-ні көбейттік. 2? 2-ні 4-ке не қатысы бар? Ол көбейтіліп тұрған жоқ қой. Жашаның сыртында тұрған жоқ қой 2. Түсіндің? Яғни 4 сен әшейін 4 саласың, я. Потому что біз көбейтіп жатырмыз, тура бағана Амирдің есебінде ғой. Яғни сен көбейтіп жатсың плюсты, көбейтіп жатсың плюс 4-ке. Яғни плюс көбейту плюс, қайтадан плюс бере береді ғой, тура солай. Так, ары қарай жалғастыра ғой. 5а плюс 2а. 7а 7а. Енді минус 5 плюс 4.
плюс 4, минус 1. Минус 1 болды. Есеп шықты. Так, келесі 13. Так, бізге жауап бермеді кім? Айсезім, жалғастыра ғой сен. 13. 13 4y Мгм. плюс э, плюс 24 Мгм. минус y Мгм. плюс 2. Асықпа. Қайттан асып жатсың бағанағыдай. Біз минус көбейтеміз плюс 2-ге. Енді қанша болады минус көбейту плюс? Минус 2 Вот, минус 2 болады. Окей, тең балалар. Үйренетін уақыт келді уже, балалар. Енді сендерде қанша уже? Бүгін жұма, ертең сенбі, жексенбі. Енді сендер уже бүгін, ертең уже маған тапсыруларың керек жаймен деп. Окей? Қателеспейік. Итак, 4y азайту y. енді бізде 4y азайту 2y Жоқ, әшейін y қой. бізде Азайту y. 2y Айсезім 2y емес, әшейін y қой бұл. Вот, әшейін y қой. 4y азайту y. бізде y болады. Қанша? Y болады жай. А неге? Сенде қара, сенде 4 алма болды. Сен маған 1 алма бердің. Сенде қанша алма қалды? 4 Сенде 4 алма болды, иә? 4-еу. Маған біреуін бердің. Сенде қанша қалды? 3 Вот. Енді 4y минус y. Яғни аяқта көрінбейтін бір бар, если что. 4y иә. минус 1y. Қанша y болады? 3y Вот, 3y. Дұрыс. Енді 24, вот, плюс 24 минус 2. бізде 26 плюс 26. А неге 26? Бізде 24 сан үлкен. А сен неге қосып жатсың 2-мен? Айсезім қара. Біреу плюс, біреу минус болса, бұл азайту емес па? Азайту Біреу плюс, біреу минус па? 22. Жоқ, тоқта. 24 азайту 2 қанша береді негізі? 22 22. А таңбаны қандай қоямыз? минус. Неге Ой, минус? плюс. Плюс қоямыз ғой. 24-тің таңбасы плюс қой. Яғни Айсезім қара, сенде 24 алма болды. Сен екеуін мысалы аяулымға бердің. Сенде қанша алма қалды? 22. 22. А сен 26 деп жатсың да ше? Түсініп жатсың ба қатені? Иә, түсіндім. Бұл таңбалар әртүрлі болса бұл азайту деген мағына береді ғой. Так, давайте келесі есеп. Сразу 15-ке секіре салайық. Итак, Амир айта ғой, сен бағана жалғастырып үлгермедің, иә? Амир, сен айта бер. Так, Амирбек, барсың ба? Мирбек. Амирда микрофон істемей жатыр, походу. Так, жас онда бірге жасай берейік. Итак, көбейтеміз 6-ны m-ға 6m. 6 көбейтеміз плюс 2-ке, это болады плюс 12. Келесі, минус көбейтеміз m, это минус m. Бірақ вот, өте мұқият Қосу бол. 12. Минус плюс, вот қараңдар, минус плюс. Минус береді, и әшейін 4 болады. Минус 4. Енді ары қарай біріктіреміз. 6m мен минус m-ді, то есть 6m минус m. 5m береді. Енді 12 азайту 4, 8. Бірақ таңбаны плюс қоямыз, себебі 12-ның таңбасы плюс. Болды, жауап 5m плюс 8. Так, мына сұрақтарда, есептерде сұрақ бар ма сендерде? Балалар, қараңдар, мына жақшаларды именно вот осы соңғы 30 есеп тұр, мына екінші парақтың 30 есебі. Вот мына өте-өте маңызды балалар. Егер осыларды қазір дұрыс істей алмасаңдар, сендер үшінші парақты жасай алмай қаласыңдар. Себебі аяқта бізде жақшалар бар. Понимаете? Вот. Сосын сендер, пожалуйста, жазып алыңдар өздеріңе. И екінші столбикті өздерің бітіресіңдер міндетті түрде.
Вот. Қалған сендерде қанша? 3 минут қалды. 3 минутта мен сендерге тез көрсетіп тастайын. Көрсетіп жіберейін, қалай жасау керек. Итак, бірінші столбик ондай қатты қиын емес. Сендер просто не істейсіңдер? X-тарды бір жаққа жинайсыңдар, X еместерді, яғни сандарды басқа оң жаққа жинайсыңдар. Сонда мысалы мына жақта 3x тұра береді, бірақ минус 45 оңға лақтырсақ, ол қанша болады? Плюспен барады ғой. Значит, сендерде Иә, шығады 3x-тен 15 60. плюс 45. Иә, дұрыс. Яғни ол 60 береді. Сонда И мы 3x. это... Біз енді просто 3-пен бөлеміз, и все. Мгм. Жауап шығады. 60-ты 3-ке бөлесіңдер, сонда шығады жауап 20. 20. Болды, балалар. Яғни ешқандай қиын емес. Мысалы 15-ті шығара салайық тез-тез, давайте. Мысалы 5y тең дейсіңдер да сразу. А плюс 3-ті біз оңға жібереміз. Сонда Минус ол болып барады. минус болып барады әрине. Яғни бірінші жазамыз 63-ның өзін. Минус 3. Бұл береді бізге 60. Ага, а почему минус? Ну, потому что плюс Сейчас я болды и закончу, плюсты давай. лақтырасың. Енді ол плюс болса, қарама қарсы оған амал қандай? Противоположное действие Минус. к плюсу — это минус, поэтому он уходит направо с минусом. А если будет минус, то будет плюс, да? Да-да-да. Сейчас мы это вот решим, сейчас 9-й пример сделаем сейчас. Окей, вот дальше, да, енді y-ті табу үшін y-тің жанында қазір кім тұр? Бізге ұнамайтын. 5. 5. Бес. Ол оңға барады. Ал қалай барады? Көбейтуге, Бөлумен. бөлуге, көбейтуге қарама қарсы амал ол бөлу. Дұрыс. Сол үшін 60-ты бөлеміз 5-ке. Ну, понятно, что это 12. Ага, сделайте первую. Угу. Вот давайте первый есеп сделаем. Так, открываем скобки сначала, жақшаны ашамыз. Тура балалар бағанағыдай екінші парақтағыдай, иә? Мынау біз жақшаны ашсақ, бізге не береді? 2x азайту. Сосын X, да, туда? Нет, 4. А потом уже тен А, x. это же... Сначала вы должны открыть скобки слева, а потом уже тен x. И теперь здесь мы делаем как? Мы должны собрать иксы в одну сторону, а не иксы, x еместерді в другую сторону кидаем, перекидываем. Вот тут уже перекидываем балалар. То есть потому что бұның бәрі теңдеу бізде. Яғни біз на x-ті сол жаққа лақтырамыз, ал минус 4-ті 4-ті оң жаққа Значит, будет лақтырамыз. 3x. Онда бізде шығады 2x. 3x? Почему? Не спеши, не спеши. Минус. Я еще не закончил. Там же 2x. один. Так, қыздар, давайте кедергі болмайықшы, мен айтып кетейін, одан кейін сұрақ қоясыңдар. Мгм. 2x азайту x Минус. болады. Да. Себебі мына жақта x-тің таңбасы көрінбейтін плюс қой. Мгм. Вот поэтому налево минус x барады. А четверка, он и так стоит с минусом, поэтому направо он идет с плюсом. Это будет, то есть, просто 4, ну, плюс 4, ладно. И теперь 2x минус x, это же у нас просто x. Да. Все. X тен 4. Біз уже жауап таптық. Уже есеп шығып кетті сразу. Мысалы, мынау есепте, так, қайсы есеп? Мысалы, үшінші есепте, тоже жақшаны ашасыңдар, иә? Мысалы, 3 көбейту 3x 9x, 3 көбейту 1 плюс 3 тен 21. 3-ті лақтырамыз оңға, сонда 9x шығады. 21 минус 3 18. Сонда x болады, 18 бөлінген 9 2 шығады. Так, балалар, қазір уже уақыт бітіп жатыр. Сендер қазір оны емес, сендер мына екінші столбикті бітіресіңдер, и мына жақта бірінші столбикті бітіре қойыңдар бүгін, иә?